Мен уже қазір теория тосмар жасалатын, содан кейін қазір жұмыстарды жасаймын. И после этого үй жұмыстарды бітіріп тастасам, в идеале планымда как көшіп күніме. Так, мен өзім жоспарым көшіп жүрсем, жоспарымның ішінде осы обедке жоспар көшіп жүрсем, осыны жайды теорем. Так, егер обед шоу, завтрак шоу, завтрак обед на достар. Соны шоу, ну да, это здоровье. Сосын вода қарап теория тосмар жасау. Ол жасалған жоқ, қазір жасаймын, теория тосмар жасалатын көресіз. И келесі база оқу биология жасалмады. Ну, псы тарих, екеуі жасалды. И квиз тоже. Квиз мектеп жасалды. И осы марафон қаралғаннан бүгін есеп шарат деп оғаннан, бірақ та полностью пысыға есеп шаратын нормально жүремін. И кітап оқу 2 бет өзімнің қаржылай қағидалар туралы дейтін кітап бар. Тек 2 бет қана құрғауға қалмаймын, просто миды алдау қойып, бір сөзбен достар сендерге совет беремін. Бірден жасардың алдында типа 2 бет деп минимальный дейсіңдерде, и сен миыңды алдап уже ары қарай көбірек оқи бересің ғой. Мысалы, мен 2 бет деймін де, мысалы 10 бет оқып қойсам, мысалы айтсақ. Теория тосмар толықтай бітті, енді емесе ойбай жұмыстап керек екенмін. И қазір марафон заттардың қарап шығамын. Бәрі дайын екен, точно бәрі жақсы болады ма дегендей қайтып қалай шығамын. Өйткені күн сайын оны тексеріп жатырмын. Қателік кетпеу үшін. Осы тәуелсіздіктің алдында елде білесіздер, Горбачевтың кезінде жариялық деген нәрсенің болғандығы, осыдан кейін ашықтық көптеген ұйымдар құрыла бастады және Так, достар, мен қазір жұмыстарды толықтай бітірдім. Қазір мен телеграмға жіберіп жатырмын. Енді қазір мен осыдан кейін марафон заттарын қараймын да, содан кейін тағы да айтып жібермін істейтінді. Марафон заттарды қарап болғаннан кейін примерно мен үй жұмыстары орындап отырсам, ол болмаса басқа заттарды база оқитын шығармын биологиядан. Так, қаралатын, қаншалықты көріп отырмын, в принципе. Так, қарасам жаңа теория тосмар жасадым. Керемет. Енді квиз жасадым, керемет. Пысық бәріне қатысым, ой, так полный, бәріне жатпайды, қатемен жұмыс. О май гад! Вообще жадым да? Сонда сам қалзады. Так, сосын базаға оқитын. Содан кейін кітап оқу 2 бет. Сосын арай пайы болды бәрі. Үй жұмыстары. Үй жұмысқа орындап шайырмын. Қазір жасайтын керемет болады. База оқысам, база оқып, үй жұмыс. Мен қазір базаның орнына кайботапен қосымшасына кіретін. Енді мынаны оқимын. Қосымшасына кіріп болғаннан кейін база оқу уақыт жоқ болады. Соның бірінен сосын істеп жатырмын. Қажа жаңалық жасап болдым. Асылханның оқырмандарына жалынды сәлем. Біз қазір тақырып талдап істеп жатырмыз. Мен ютубтағы Лора десем. Асылхан бізден блогер ғой. Сол танымайды дейді. Айбота деген кім деп. Сосын айтты, ой, Айбота апай ғой десе таныған ғой. Сен қалай Айбота деп қойсың? Апай деп айтпайсың ба? Саған мамаңның аты айтып, Раушан десе жақсы ма? Жоқ, Наз, все болды. Бақытнұр бізбен жұптығым жасамайды екен. Оның орнына біз диаспен жасайды екенбіз дейді. Сол диас туралы естіген кезде настроениесі түсіп, бағанағы ішінде. Данный момент достар, мен қазір теория тосмардың бәрін бітіріп шықтым. Енді мен үй жұмыс орындайын өтін біздің химиядан, елеше МС-дан. По минимальным, өткені ұйықтардың алдына. Ё-моё, қазір сағат 11:30. 11:30. Мен әрі жасалатын ана бітірейін деп жатырмын. Енді ана теория тосманы органик кіріспеден. Кітап оқу планды алды, конечно, но болмай жатыр енді.
жақсы. Бірақ ойланып көріңдерші, осының бәрін өзің бүйтіп отырсың да, бәрін жұтып жазып отырсың. Бесит. Еще марафон қатысатындар типа сұрайды ғой. Не үшін типа прогрессивно өсіп жатқан жоқ па баға 500 теңгеден бәне. Мен 1000 теңге айтқан едім ғой, 5-не дейін 1000 теңге дейін болады деп бәріне дейін. Әрі өседі дедім сені. Өйткені соған байланысты дедім. Көріп отырғанда қанша еңбек, осының бәрі ақталу керек деп ойлаймын. И жалпы плюс кузисом бәрі бар. Былай рейсің ғой, ондай ценаға ешкім бермейді. Мен просто адамдарға доверие ашуым керек. Менде осындай адаммын, маған доверие ете беріңдер дегендеріңіз бе, ойындамаңдар. Осы не үшін 1000 теңге бағаға осындай марафон жасадыр десеңдер, біріншіден маған пайда өзімде, өзім қайталаймын марафонда. Марафонда өткен тақырыптарды өзім қайталап шығамын, өзіме де жақсы, өзімде оқушымын, бірге дайындаламыз дегенде. Екінші, басқаларға пайда тигізейінші деп. Үшінші, маған доверие. Доверие. Будущем мен доверие адамдар болсын, мен адаммын, осындай. Мен еш жұмыс жасаған жоқпын, өйткені түн болып кетті, прям 12 болып кетті, и бүйтіп жоғым. Бір есеп шығардым, баз жоқ, и то прям видео түсірген жоқпын оны. Осымен менің влогым бітті деп ойлаймын. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. И бізден ұмытпай подписаться на телеграм-канал, инстаграм-канал, и плюс марафон қызық болып отса, кіріп кетуді сұраймын. Солай достар, қайырлы түн, баршаңызға.